Осы жұрт Ескендірді білеме екен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер күнілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрі 21-ге толды. Өз жұрты әскірініп күршілерге, көз алартып қарады, онды солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тура атанды. Көп елдің күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жерден бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрін де бодам қылып, үкіметін қолына тартып апты. Ескендір елде алмахан хан қоймады, алған сайын күнілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қан ішер қаһарлы, хан ашығы көп, атағынан қорқады, жұрт қайғы жеп. Сол күнде күшіметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп жарақтанып, естіген елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрін де алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдына, тоқтауы жоқ, жер жүзін жеке белеп алмақшының. Жүре, бір елсіз шілге түсті, алып жүрген сының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірден шілдеп, басына құдай салды қиын істі. Сандалды сардалада су таба алмай, шілдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкердің бәрін де өлтірмекші, болыпты шілдегенге шыдай алмай. Мысалы астындағы ат одағы ұшты, Ескендір де атының жалын қошты. Жылтырап сәуле берген бір нәрсеге, патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір болақ, іспадай бейне арықтан шыққан қолап. Түсе сала Ескендір басты қойды, үшсе сүй өзгеше тәтті